Облыс жаңалықтарына ойысамыз. Парламент мәжілісін тарату туралы ұсыныс еліміздің дағдарысқа қарсы дайындығын пысықтайды, ал сайлау өткізу туралы мәселе ата заңымызға толықтай сәйкес келеді. Бұл облыстық мәслихат депутаты Нұр Отан партиясы Шымкент қалалық филиалының төрағасы Өмірзақ Мелдехановтың пікірі. Халық қалаулысының айтуынша 5-ші шақырылым депутаттары өз міндеттерін толық орындап шықты. Ұлт жоспарын жүзеге асыру үшін қажетті заңдарды қабылдады, көптеген жоспарлар түзілді. Ендігі жаңа құрам жасақтау туралы ұсыныс ол елдің экономикалық дағдарысқа дайындығын пысықтап, ел дамуына серпін береді, ал мәжіліс және мәслихат сайлауын бірге өткізу арқылы қаржы үнемделеді. Күзден гөрі көктемде болған сайлау дұрыстау болатын шығар, өйткені оның үстіне ары қарай уже жылдың аяғына дейін нақты істейтін істердің бәрін жоспарлап, іс әрекеттердің бәрін үйлестіре отырып қимыл жасауға уже болады.